Бүгін Россия сегодня матбуат мерkezінде Қырымның Ашайт Қамачавы ве Украинада олған вазиет. Шаатларының малюматлары адлы матбуат конференция өткерілді. Суалерге Қырым бірлігі жема тешкілятын рейсі Сейтумер Неметулаев, оның муавины Энвер Кантемир Умеров ве Түркиедегі Қырым Татар Дернек Федерациясының рейсі Унвер Сел жевап берділер. Матбуат конференция черчевесінде Украинада яшаған, хусусан Қырым татар иалесінің яшайшы иқтисади жиеттен менфи тесір еткені ақында меселелер музакере етілді. Гражданлардың ақылықларының бозылуы ақында да сөз үрсетілді. Сейтумер Неметулаев білдіргеніне көре, кеченері Херсон вилаетінің иалесі қанунсызлықтан өзлеріні қорчаламақ мақсады еле правый секторға қаршы митинг кечірмеген ниет еттілер, ләкин оларны қорқызғанлары үшін митинг өмірге кечіріліп оламады. Böyle hadiseler milletler ara münasebetlerini berbat etti деп кайдетти о. Обращаюсь к жителям Херсонской области. Все, кто меня слышат и нас слышат. Местные крымские татары никакого отношения к блокаде, которая происходит в Каланчак, Чаплынк и Чангар, не имеют. Люди хотят жить и работать. Универсел Türkiye'de yaşagan Қырым татар иалесінің адындан Қырым ве Украина сынырында қанунсыз олып кечкен вақалардан радсыз олғанını білдірді. Бұндан да ғайры о Русия Федерациясының президенті Владимир Путин сүргін етілген халықларын реабилитерлеп еміріні имзаланғанını andı. Kırım Tatar diasporası Kırım için bir rehabilitasyon kanunun çıkmasını uzun yıllardır bekliyordu. Ukrayna döneminde böyle bir kanun tasarısı Ukrayna devleti çıkarmadı. Kırım Rusya'ya döndükten sonra böyle bir kanun tasarısının çıkması, kanunun kabul edilmesi büyük bir memnuniyetle karşılandı.